мына уақып Малайзияда өте қатты дамыған. Сол жерде уақып, хадж уақып фонд деген бар. Қажылық уақып фонды дейді, жаңағы банкі былайша айтқанда. Соған бір адам қажы, ол жаққа көп адамдар қажыға барады да, кезегі бір 10 жылдап кезек күтеді қажыға бару үшін. Сонда және қаражатын жинайды. Сонда бір адам ай сайын $100 сап тұрады да, уақып жаңағы банкіне, фондына. Сол қаражатқа басында келісім шарт жасайды. Өзі Алла ризалығы үшін деп айтады да, 50-50 дейді. Мен осы $100 сіздер мұдараба жолымен, шариғатта мұдараба деген, мұрабаха деген, сондай түрлер көп қаржыны салу жолдары ислам экономикасына. Мұдараба деген қаржыландыру бір саланы. Соған саламын дейді ақшаны, бірақ содан түскен пайыз о жерде міндетті түрде мына біздегідегі сияқты осыншама пайыз, 10%, 5% деген жоқ. Ол тәуекел бірге етеді, түскен пайданы анық көрсетеді жаңағы фонд. Кейде пайда көрмей қалуы да мүмкін. Бірақ $100 сақталады, жоғалып кетпейді. Ай сайынғы $100 үстіне мысалы $10 көрсе, $5 өзінің жаңағы ақшасының көбеюіне түсе береді. $5 ол Алла жолында сол мемлекетінде салынып жатқан мешітке, медресеге, тіпті мына мешіт харам Мекке мен Мединедегі мешіттерге сол Малайзия мұсылмандарының қаражаттары сол Малайзия хадж уақып фондтарынан жаңағы мекемелерінен түсіп жатады дейді, мұсылмандардың және салу үшін. Сонда қаражаты біраздан кейін жиналған уақытта жаңағы $5,000 қаражат немесе $10,000 жиналған уақытта ол кісіге сіздің қаражатыңыз толды, кезегіңіз келді деп қажыға барады, және артынан қаражат жинай береді, ұрпақтарда бара алатындай мүмкіндіктер болады. Осындай жасалған. Енді уақыптың негізгі мақсаты уақып жасаушы уақыптың мүлкін Алла жолында үнемі жұмсалып отыру арқылы Аллаға жақындау ниет ету болып табылады. Ислам ғұламалары уақыт мүлкінің мақсаты Алла жолындағы қайырлы іске себеп болуы деген пікірді бір ауыздан ижма болып қолдайды дейді. Бәрі бір ауыздан келіскен екен. Бірақ уақыттың қалай жұмсалу керек деген мәселеде ғұламалар арасында бірнеше пікірлер бар, ихтилаф бар екен. Осыларды былайша тізіп шықсақ болады. Бірінші Ханафи мазхабы құқықшыларының көзқарасы бойынша, фақихтардың көзқарасы бойынша уақыттың міндетті түрде садақа болатын бір жерге және одан түскен пайданың сауап пен ғибадат болатын жерге жұмсалу керек деген шарт қояды дейді. Сонымен қатар Ханафи ғалымдары уақыттың жалпы сипатқа кедейлер мен білім алушыларға жалпы сипатта білім алушы шәкірттерге ие болу керектігін айтқан дейді. Егер уақыт тек қана бай адамдарға жазылса, жарамды болып талмайды дейді ондай уақыт дейді. Сонымен қоса Абу Ханифа дегенмен былай деп айтқан, егер біреу бай адамға да уақып ете алады, ол басқарушы болып тұрады да, бірақ одан түскен пайда кедейлерге берілетін болып келсе, уақып жарамды болып табылады деп айтқан екен. Алла тағала разы болсын.